Сені солай тәрбиеледім әкешің, соған жауап Мен берші. шыдаймай кеттім, мына нәрсені көріп шыдаймай кеттім мен. Шыдай алмайтын не істеп жатыр? Жалаң ашырып па не? Жақсы, жігіттер басылайық, иә, ең Менің бірінші. тәрбиемде шаруам болмасын, Абылайхан. Біріншіден, одан кейін. Иә, Шыны керек, басылыңыз. Баласахан, уже норма, сай емес. Сен тәрбиеңде шаруамыз болады. Болмайды, ешкім шаруасы болмайды. Ата-анам тәрбие берген Біреу сөйлеп андаш, Баласаханым. Жігіттер, Абылайхан, Диас, басылыңыздар. Енді менің ең бірінші көргенім мына видеодан. Өте әдемі видеоны көрдім. Қол ұстасқаннан бұрын. Содан кейін барып, мен бірінші мақтап айтатынымды айтып алайын деп жатырмын. Қол ұстасқан туралы айтасыз, қазір тағы да қайталап сұрайсыз, иә? Бірақ дегенмен де мен жарайсыздар деп айтып жатырмын. Сондай бір жауапкершілікпен біздің жобамызға қарым-қатынас жасап, осындай әдемі видео алып келіпті деп айтып жатқаным. Енді Диастың сұрағына жауап берсеңіз болатын сияқты. Мен жауап берсем бола ма? Маған қарай сөйледі ғой. Бір үйден бір адам. Сіз атыңыз Диас па? Диас негізімен танисыз ба? Неге олай айтып жатырсыз, табалдырықты тоздырып дейтіндей? Мен сізді білмеймін, мысалға. Сіз мені қайдан көрдіңіз? Садәулетке келді, Ернарға келді. Оны арттан былай сөйлеп жатқан адамдардан болсын, былай үйтіп айтудың қажеті жоқ. Мені білмейсіз ғой лично. Көрдіңіз ба мені? Өзім көргем, иә. Көрсеңіз білмейсіз ғой нақты. Үйде Wi-Fi бар ғой дегенмін ғой. Арттағы айтып жатқан адамдардан айтып қажет кім білмейсіз мысалы? маған. Кім? Білмедім, кім айтты сізге? Мен айттым, тоқтай тұрыңызшы, не үшін өзіңізге көп алып отырсыз? Кішкене Жоқ, оны көп алып емес. сөйлесеңізші. Жалпы мен білем, лично мен сені білем. Бұл жерге Маған обидно, бірақ олай айтқаны. Кішкене сыйластық қайдақ? Қарашы енді, былай да, сіздердің таныстық болып жатқаны екі-ақ таныстық, дұрыс емес па? Құшақтасып, қол ұстасып, как жұп ретінде жүргендеріңіз ол қашаннан бері норма деп ол бала сұрақ қойды. Бірден атып кеткенге ғой енді. Енді сендер тәрбиесіне тиісіп жатсыңдар ол баланың. Мен тиіспедім. Жоқ, жалпы екеуің бір адам болып отырсыңдар ғой енді, соған общий айтылып жатыр. Екеуіңіз сен айтуыңа болар еді да кездесуде. Абылай мен қолымды ұстамай-ақ қойшы, не болмаса құшақтамай-ақ қойшы. Бұл болмайды, ертең халық жаман түсіп қалады. Неге сендер өздерің кінәларың сәл мойындауды білмейсіңдер, бірден бас салып жүгіре беруде дұрыс емес деп ойлаймын. Хорошо, енді мен жауап берейін, Баласахан. Бұлардың да шаруасына біздің сезіміз ерте ашыла ма, кеш ашыла ма деген сияқты ғой. Мүмкін мен солай қалаған шығармын. Бұл кісі де солай қалаған шығар деген сияқты. Мүмкін 2 айда үйленіп кететін шығармыз деген. Абылай қараш, саған бәрібір ертең кірдің бәрі мына қызға келіп жағылады. Сен онымен танысып тоқтатасың, кете саласың, или басқа біреумен танысып кете бересің. Және сен бір сұрақ қойайын, саған бәрібір екеніне дәлел, сен Диастың тәрбиесіне тиісіп жатсың ғой. Бұл қыздың да тәрбиесіне сөз келіп жатыр. Ата-анасы бұның екі кездесуден қол ұстасын деп тәрбиелеген жоқ. Сондай нәрселерді неге ойланбайсың? Сен 30-дан асқан ер азаматсың. Сен барлық өзіңнің жаныңда қызға сөз келтірмеуге тырысу керексің, наоборот. Шерхан, бізде мысалға қараш, өзің ойлашы, сен де екеуміз енді примерно бір жастымыз ғой енді. Бұл кісімен сен бөліп атсың ғой, мына жас бала, біз енді жасымыз 30-дағы адамдарымыз мысалға. Енді бұл кісімен бізде мүмкін ерте ашылған шығар сезіміз деген шығар. Уверенность бар шығар, потому что мен аяғыма нұқ тұрған еркек ретінде мен айта аламын да, жауап бере аламын өзім іс-әрекетіме. Сен жаңағыда айтып жатсың ғой, елде андай ой қақ болады. Ертең танысып тоқтатасың да, болды мен кетесің, ертең ұят болады деген сияқты. Мүмкін тоқтатпайтын шығармын, мүмкін жұп болып, одан ары қарай той болып деген сияқты болатын шығар. Қайдан білесің? Иә, бақытты болыңдар. Просто мен ойлағаным, Абылай, қараш, сен алдында сезіміңді өліп өшіп тұрын деп ақеркеге де сезімің білдірдің ғой. Біз де сол кезде ойладық. Бұл сенімді жігіт, өзінің сеніммен до конца барады. Түбінде не болды? Бармады ғой. Сол сияқты бұл қызбен де сен жауап бере алмайсың, ертең еш нәрсе болмай қалатынына, болатынына деген. Шерхан, бұл жерде мен айта салайыншы, ақеркемен ешқашан қол ұстасып, болмаса жаңағындай белінен ұстап, бір ешқандай видео болған емес. Ешқандай. Потому что бұл мен білдім өзімде. Бұл нәрсені мен өзімде білдім. Ақ қарасын білдім. Одан кейін бұл кісімен бізде басқаша. Сезім деген енді өзің білесің ғой, бауырым. Басқаша, осы жерде басқаша. Сіздің сөзіңіз басқаша, бірақ сыртта емес. Қалай? Түсінбедім. Жоқ, енді Баласахан. Иә, айта қойыңыз. Нені басқаша деп жатсыз? Жоқ, қазір Абылай тыңдап отырмын ғой, мақұл сөзін бөлмей, бірақ андай да, осы эфирге келгенде өзгереді, ал сыртта ондай емес, сезім бар деп тұр ғой, енді біз деп әлі қосудың қажеті жоқ. Абылай, білмеймін, мына жаққа келіп, маған да бір түрлі болып қалды да, енді білмеймін. Сыртта басқаша. Былай жасайықшы. Енді Абылайхан басқаша деп, жаңағы видеода қол ұстасып жүргендеріңізді көріп, басқа жігіттер айтып жатқанда, сіздердің деңгейлеріңіз ондай деңгейде емес қой деп жатқан кезде, бұл кісі айтып жатыр, біздің арамызда сезім бар, сол себепті де біз қол ұстастық дегендей. Бір-бірімізді құшақтап отырған жеріміз болды деген секілді айтып жатыр. Ал мұның барлығы видео үшін жасалған нәрсе ме? Екі аптаның ішінде бірақ кездесу осы болған.
2 аптаның жоқ ішінде. қалай Енді, бірақ кездесу неге қатысушылар артық сөйлемесін деген ойда мүмкін осылай видеоға осылай жасадық. жоқ аяу біз қалай бірақ кездесу кеше кездестік мысалға оны алдында кездестік дұрыс неге ол бірақ кездесу деген Бүгін эфирге шығамыз деген кезде келгеніңіз ба? жоқ эфирдің жоқ эфирден біз бірінші күні сен келдің ғой келген күнде Баласа ханым, Иә, ол кездесу. жоқ бізде бірақ кездесу болды ма Иә. Жоқ, видеоны айтып жатырмын. кім сен неге олай бұрмалап жатсың мен түсінбей жатырмын бауырсақан Ашығын айтыңыздар, мен видеоны Ашық сұрап айтып жатқан жоқпын, отырмын. мен Өйткені неше сіз мен- кездесу болды деп сұрап жатырмын. жоқ неге бұл кісі өйтіп түсінбей жатырмын жоқ неге бұрмалап неге бұндай нәрсе болып жатыр жалпы Өйткені сіз тыңдай алмайсыз адамды. жоқ қараңыз бұл кісіде біз киноға бардық иә оның алдында мысалға бірнеше кездесу болды бір 10 шақты Киноға- кездесу болған шығар Он шақты? Иә, бір Жоқ, где-то 2 аптаның ішінде кішкене маған ашылсыншы, маған жақсы сөйлесінші, маған кішкене көңіл бөлсінші, осынша кеп тұрмын ғой деп мен өзім ханзадалыққа солай қолдау ретінде солай сыйлық жібердім, дұрыс па? Одан кейін де маған кішкене ашылатын шығар деп, өйткені бұл кісіден қазір бұл кісіден мен артық ештеңе талап етпеймін, мына апар, мұнда апар, бірдеңе алып бер деген сияқты мен тарапымнан ондай дүниелер жоқ та. Бірақ кішкене жай ғана сөзбен, әңгімемен кішкене маған ашылсыншы, сөйлессінші менмен деген ойда мен солай жібердім де, және эфир жаққа мен өзім келдім. И бұл жақтан кездесу жасайық деген дүниелер жоқ. Мен өзім келдім, и аяқ асты ертең бізде эфир екен шығамыз деген кезде осы кездесуді жасап берді. Киноға да барған кезде сол бір күн, осы видеода сол бір күн болды. Осы видео істедік, болды. Одан кейін енді бірнеше ситуациялар жоқ, тыңдап алсаңызшы, бірнеше ситуациялар болды ғой. И мен ойладым, тағы да кездесулер болады шығар, кішкене әңгімелесіп, сөйлесіп, кездесетін шығармыз, мүмкін хотя бы шай ішіп отырсақ та, например, ондай дүниелер болмады да. бұл кісі үшін қандай сондай ресторанда кездесу болмады ма енді жоқ енді біз жай кездестік қой көрдіңіз ба, сіз түсіне алмайсыз, адамды тыңдай алмайсыз. жоқ түсінетін ешнәрсе Абылайхан, былай Баласахан біз қайта бірнеше мәрте айтып жатыр аяулым, сіз тыңдай алмайсыз дейді. Тыңдайық. Неше кездесу болды? Нақты сіз қандай кездесуді қалап едіңіз? Қандай кездесу болып шықты? Айтыңыз. Нақты ешқандай кездесу маған қажет емес. Жай ғана ашық түрде сөйлесіп, әңгімелесіп, бір-бірлеріміз туралы біліп, болашақ туралы сөйлесіп, тілдесіп, адам жан дүниесімен сөйлеседі ғой. Ондай нәрсе жоқ та. Тек осы кездесу, осы эфирге ғана болды. Одан кейін мен күттім, мүмкін өзі хабарласып, маған кездесу, өзі хабарласып, хотя мен жаққа келіп әңгімелесеміз ба деп. Бірақ ондай дүние болмады да. Осы видеоны шығарамыз деді, 2 аптаның ішінде болды. Барлығы бір Абылайхан эфиршін жасап жүрген. мысалы машинада алдында қанша мына жерде біраз пробканы күтіп отырып сөйлесіп қалдық мысалға. Содан кейін сен жаққа қанша рет бардым мен? Бұл кісі жаққа мен мысалға бірнеше рет барып кездесіп сөйлестік. Өйткені менің де жұмыстарым бар. Демалыста мен Чуға барып келдім деген сияқты. Өзім тойларым бар, жұмысым бар деген сияқты. Абылайхан, сөзіңізді бөлейін. Негізі енді сіз ақталып жатсыз, айтып жатсыз, бірақ аяулымды тыңдасақ, мүлдем сіз көңіл бөлмей жүрген сияқтысыз. Кездесулер де болмай жатқан сияқты. Енді бізде дәл қазір жарнамадан кейін таныстықтарыңыз жалғаса ма, жоқ па, бірге білетін боламыз. Түсінбейсіз, Абылай. Жоқ, сен түсінбейтін емес, айтасың. Кездесу болды ма, болған жоқ па? Ондай мағынада айтқан жоқпын ғой. Жай ғана жоқ, маған жауап берші, қара. Маған жауап қазір қысқа айтсам түсінетін шығарсың мүмкін. жоқ, маған жауап берші. Бізде бірақ кездесу болды, бірнеше Жақсы, кездесу. Абылайхан үшін айтып отырған мәселе кіммен талқылады осы жердегі? Кім аяулым қай қызбен талқылады, кімге барайық деп? Жоқ, ондай талқылау болған жоқ. Жай ғана мен аяулым сіз ба? Иә. Аяулым үйіне барғанда сұрап қалған мен. Тоқтаңызшы. Аяулым. иә, біз бірақ ондай қатты жақын араласпаймыз негізі аяулыммен. Жай ғана менен сұрап қалғаны бар еді, Абылайға барсам бола ма деген сияқты. Жай енді білесіз. Сіз рұқсат келе бер дедіңіз ба? Жоқ, жоқ, Баласа ханым, андай мағынада сұрады, қандай жігіт деген сияқты. Енді әрбір қыз құрбысынан сұрайды ғой, совет сұрайды ғой, жай ғана солай сұраған еді. Артық дым жоқ ол жерде. Онда тұрған не бар, кім Абылайхан? Ал ақылдасып сөйлесіпті. Іштеріңде жүр ғой, Абылайхан деген жігіт жақсы ма, барсам қалай ойлайсың депті. Мынандай нәрсе енді арам ой ғой, қазір енді бұл кісі сөз бұрмаланғаннан бірден уже бір жаман ой кетті. Значит, бұл кісі бір ақылдасып бір сондай сияқты келді ма деген сияқты. Басыңыз айналып қалды ма? Не болды? Біз зәбір көрген адам сияқты айтып отырсыз. Бірнеше кездесуді, бірақ кездесу болды дегеннен кейін уже ойым, мынау кім деп қалдым да, Баласахан. Сіз яғни қазір бірнеше кездесу болды, соны басқаша етіп өтірік қылып шығарып отыр, содан кейін сіз соған ренжіп отырсыз ғой.
демек келгендегі жоспары бөлек қой деп отырсыз ба? Білмеймін, басында мысалға қандай мақсат деймін да, просто ол бізде, мен ойымша бізде телефонмен сөйлескен кезде, видеомен сөйлескен кезде басқаша әңгіме, Мен басқаша нәрсе звондаймын ғой. болады. Мен жазамын, мен звондаймын. Жоқ, мен бұл кісіге, Мен мен көрсете келем. аламын да, мен жазамын, мен звондаймын. Бұл кісі WhatsApp-ын ана өшіріп тастайды. Бір бәле қылып, чтобы звонок бармайтындай, жазу бармайтындай, өзі кірген кезде ғана баратындай қылып қойған да. Жақсы, Балауса ханым, менің ойымша бұл жақта енді аяулымның қазір реніші. Былай қарап тұрсаңыздар, Айданамен де Ақеркемен де таныстықта жүрген кезде Абылай кәдімгідей сыйлықтар берген болатын. Үлкен құшақ Мен ондай гүлдер, неде айтқан аю жоқпын. деген сияқты. Ал біз қазір аяулымға бір құшақ гүл бергенін көрген жоқпыз. Қыздың тарапынан жай ғана бір Абылайға деген сол сыйлық үшін реніш болып отырған Жоқ, сияқты. сыйлық үшін емес, жай ғана көңіл. Иә, көңіл ғой енді сол. Сөйлескен кезде мен бұдан сыйлық та талап етпеймін, бірдеңе алып, мен жаңа айттым ғой, бірдеңе дүние алып бер демедім, бір жаққа алып бар демедім, жай ғана көңіліңізді бөліңізші кішкене дедім. Болды, менің сұрағым, менің қалауым сол. Балауса ханым, Маған айтып ондай кетсем дүниелер болады ма? қажет емес. Мына жерде жаңа барлығы айтып жатыр ғой, аяулым айтып жатыр ғой, подарка деп. Негізі қыз ретінде мен аяулымды өте керемет түсініп отырмын. Себебі біздің кімге, Абылайға Айдана айтпақшы бір қыз шақ келмейтін сияқты да. Себебі біздің Абылайға қандай қыз керек, нерві темірден жасалған сондай жүйке сондай қыз керек деп ойлаймын да. Себебі біздің Абылай сау адамды жынды қылатын адамдардың қатарынан жатады да. Мына қыздың айтып жатқаны мені тыңдай алмайды деп жатыр сіздерге, жаңадан бері айтып жатыр, подарка деп жатқан жоқ. Себебі біз білетін Абылай эгоист, сол бұрынғы травмалармен қалып кеткен, детский позицияда қалып кеткен Абылайда. Сол үшін мен Абылайға айтам, сен қарым қатынасқа дайын емессің. Себебі сен сол кішкентай кезде қалып кеткен андай өзіңді отталкивать еткен, сол отношенияларыңды восстанавливать еткің келетін сияқты да. Сол үшін сен біреуге дәлел келтіргің келеді, біреуге бір нәрсе дәлелденген. Сол үшін саған айтатыным, алдында да айтып өттім, психологқа көрініп, бірінші емделіп, сол травмаларыңды жіберіп, сосын жаңа қарым қатынасқа келсең деп айтамын. Айналайын дейді. Сөзіңізді бөлейін. Бізде дәл қазір жарнама уақыты болып қалды. Жарнамадан кейін нақты таныстық жалғаса ма, әлде тоқтай ма? Және де жаңа үміткер кімді таңдады? Бірге білетін боламыз. Жаңа Шолпанның пікірінде қалып кеттім ше. Дұрыс түсінбей қалдым, қайттан қалай дедің жаңа? Мен ойлаймын, Жауап бірақ бере салайыншы Балауса ханым. Бір жаман нәрсе айтты да негізінде. Елдің алдында отырмыз ғой енді бәріміз. Және не дедің? Негізі сен қызды тыңдай алмайтының бар. Сенің эгоисттік бір характеріңде бар да. Сен тек қана мен дейсің да, и өзіңе ұнаған нәрселерді қана көрсетуге. Сөйтіп істеймін, кім? Шолпан. Қыздың позициясына шамалып, былай ығына шығып. Шолпан, солай істеймін, эгоистпін. Ертең семьям болады, семьямызбен эгоист болып, сөйтіп өсіп өнеміз. Мен не қылам біреулерге өйтіп, мен түсіндім, біреуге ақша беріп, жақсылық жасап, ертең сол үшін отношение бұзылған, мен уже түсіндім осы кейінгі ақшам жоғалғаннан кейінше, ешкімге енді өйтіп Шолпан, сен өзің де эгоисткасың. Сен өйтіп адамды эгоист деп жала жаппа. Сен мен туралы негізінде бастапқыда сен мен жайымда жүріп, мен тек қолданған адамдардың бірісің. Өйтіп мен туралы айтатын адам сен емессің. Кішкене орынды біл. Одан кейін мен сыйламайды емеспін. Бұл кісіні сыйлаймын. Сыйлап отқаннан кейін кішкене бүйтіп баланс табып отырмын. Абылай, мен саған сыйламаймын. Бірден келіп мына жерде. Рахмет, мен ойлаймын, екеуіңізде психологиялық тұрғыда әркім өзіне не қажет екенін жақсы білетін шығар. Одан бөлек сіз жаңа нені түсіндіріп айта алмай жатсыз бізге. Не үшін күдік болды сізге? Соны бір ойыңызды дұрыстап жеткізсеңіз. Балауса ханым, бұл кісі де жаңа келді да енді. Біз негізі нормально сөйлесіп жүргенбіз. Иә. Мен Чуға барған кезде установкада болдым. Ол кездің өзінде де хабарласып тұрдық. Мен енді техникамен айналысқаннан кейін сол нәрсені қолым босамайды, мысалы Балауса ханым. Оны да айттым. Сол кездерде мүмкін жауап бермей қалған шығармын. Бұл кісіге звонсам, жазуға уақыты жоқ, бірақ сторис салуға уақыты бар. Иә, сторис салам. Өйткені енді салу керек деген сияқты. Маңызды емес. Бұл кісі білмеймін енді жаңағы ана кісілермен ақылдасқанына қараған кезде, өзінің айтқандарына қарағанда бір ақылдасқан жоқпын. Абылай ханның ойын. Бір шынымен де бір менің ойымша қазір бір хайп қуып келген сияқты. Мен басымда бір рет болған жоқ уже. Айдана да осы жерге келді да қатысушы болды деген сияқты. Мен бұл кісіден де таң қалмаймын, ертең қатысушы болып отырса осы жерде. Өйткені мені дұрыс танымапсыз. Вот именно мен сені дұрыс танымаппын. Сен басқаша сөйлесесің де сыртта. Іште келіп қазір мен мен сөзім неғып маған өзіме айтып отырсыз. Енді тұра тұршы, сыртта басқаша, енді сен айна қарап айтқан сияқты болып отырсың ғой қазір. Сен сыртта бірақ кездесу болды дейсіз. Неге сізге тиіп кетті да, неге эгоңызбен олай маған уже басынып сөйлеп жатсыз. Мен сөйлейінші. Бұлай сөйлемейтін едіңіз ғой маған. Жоқ, мен сөйлейінші. Сен бір кездесу болды дедің, бізде бірнеше кездесу болды. Мына жерде қазір Балауса ханымның өзі түсінбей жатыр да. Мен де қазір мына жерде бұлқан талқан болып жатқаным сол. Неге?
Бізде сонда ашық әңгіме болмаған үшін ба? Біз ертең бүгін последний күн емес қой негізінде. Иә. Ары қарай да өмір бар, уақыт бар Енді деген. ашуланбасаңшы Ол ғой, атылдың өмір туралы, болашағымыз туралы сөйлесетін уақыт әлі келмеген шығар мүмкін. Мен айтпаған нәрсені сен айт деген сияқты. Айтсаң болады, мен де түсінемін, мен де адаммын деген сияқты. Сенің осындай бір жаман ойларыңның кесірінен жаңағыдай. Жаман ой сізде болып тұр, менде емес. Менде ешқандай Сіз жаман ой дұрыс болған қабылдап емес. жатқан жоқсыз ғой. Мен сізден бұл жерде материально маған бірдеңе алып беріңіз, Былай бір жаққа істеші. апарыңыз, бұндай дүние сатып алып беріңіз деген нәрсе айтып жатқан жоқпын. Жай ғана көңіл, жай Оны ғана. мен вообще айтқан жоқпын. Аяулым Абылайхан, өтініш тыңдаңыздаршы. Екеуіңіз бір-бірлеріңізді естімей жатсыздар. Қазір әркім өзінікін айтып жатыр, бірақ дегенмен де мен Абылайханның да айтқанына сеніп отырмын. Абылайхан, сізге сіз де айтып жатсыз, мен кездесу ұйымдастырдым ғой деген секілді айтып жатсыз ғой. Менің екеуіңізге де сенгім келіп тұр. Мен ойлаймын, мүмкін бір сөйлесу керек шығар. Себебі Абылайханның күдігі болып тұр, иә, Абылайхан айтып отыр. Бәлкім қыздармен ақылдасып, Айдана жасағандай хайп қуып келген жоқ па, бұл қыз қатысушы болғысы келіп тұрған жоқ па екен дейді. Және дәл сол секілді сіз айтып отырсыз. Кездесу болған не керек, бірақ шын жүректен сөйлесу болып жатқан жоқ қой дейсіз. Мүмкін бөлек далада, жаңағы сыртқа шығып, сөйлесіп көресіздер. Баласахан, мен негізінде жақсы жасаған нәрселерімді ұмытып қаламын негізінде, шыны керек қой, осы жерде айта алмай қаламын. Енді осы жерде жаңа Тимур айтып жатыр да далаға шыққаннан кейін. Неге сен айтпайсың мына нәрсені деп, соның ішінде бір нәрсе мысалға, шынымен де бұл кісінің Тимур айтпай тұр, өзім айтайын дейсіз. Иә, айтпай тұрып өзім айтайыншы. Біз мынандай кезде болды да, біз звондап кездесуге шақырдым, сол кезде далада біз 2,5 сол ресторан кафенің алдында 2,5 сағат күтіп қалғанымыз бар. Қанша сағат екенде білмеймін, жаңа Тимур айтып тұр да, оны осындай сағат күттік қой, білесің ба дейді. Иә, шынымен де күттік сол жерде. Звондадым, бұл кісі қазір звондаймын, үйге кіремін деді, подругасы үйіне барды. Сол күйі звондаған да жоқ, біз звондаймыз, WhatsApp-на жазылмайды, сондай болып қалған кез. Енді бұл жерде Абылайханның айтып жатқан себебі, бұны Абылайхан айтып жатыр, мен барымша жасап жатырмын, неге көңіліңнен шықпай жатыр деген сияқты ой деп түсінемін. Мүмкін нақты сұрайын сіздерден, таныстық жалғаса ма, Абылайхан? Сыртта әлі де сөйлесу керек сияқты сіздерге. Мен де просто Балсахан мына әңгімелерден кейін бұл кісіге бір андай бір сенімсіздік кішкене пайда болды да. Сенімсіздік менде болып тұр ғой бұл жерде. Мен Екеуіңізде де болып тұр сенімсіздік. Жай ғана мен іздеңізші деп жатырмын, болды. жоқ, енді мысалы сен ойынша айтшы, қара, бізде бір нәрсе шыға ма өзің? Өз ойыңды айтшы. Шығады деп келдім ғой. Енді шығады деп келсең, неге онда жаңағыдай жаман ой, мына қатысушыларға да, халыққа да жаман ой салып, Өйткені бұл жақта ғана емес, сыртта да дұрысынан көңіл бөліңізші деп жатырмын. Шынайы болып, шын сезіммен. Айтылатын нәрсе айтылған сияқты. Уақыт болды сіздерде. Таныстық жалғаса ма? Я, жоқ, жауап берсеңіздер. Енді әлі де сөйлесетін нәрселер бар сияқты Баласахан. Сондықтан да? Сондықтан да енді Таныстық жалғасады. Жалғаса ма? Жалғасады. Жақсы, сөйлесіп алыңыздар, асықпаңыздар.